азаматтың орны бөлек қоя, бірінші жігітке берейік. Мына класстың старостасы. Сондықтан мына алдында сөйлей алмаймын. Жалпы мына отырған адамдардың бәрі баяғыдан бұл қыздырғанда сөйлей алмайды. Сізді берген, бәрі берген. Сондықтан мына ағайларым осы қызды старостап қойған. Сондықтан қазір микрофон кімге берейік? Микрофонды ер азамат сыйлайды дейді, оны Түсінбекке берем, әрі мен парталас болып бұл ұстар. Түсінбек саған берем. Енді қоймады ол. Айттай тыныштық. Мынау тойға жиналып отқан бүгінгі мынау елу жылдығымыз енді айтып жатырмыз ғой, бағанадан бері барлығы жақсы сөздер, жақсы тілектер айтылып жатыр. Мен өзім мына бұл классқа мектепке 9-шы класқа келдім. Мен енді жалпы бірталай жерден өттім десем болады, мектебім көп оқыған. Иә. Ал мияқтан мен сөйлеп отырмын. Жаңағы үйдегі әйелім айтады ғой, Жұмагүл айтады енді, бәріңді танысыңдар ғой. Жаңағы біреулерді сұраса қай мектепте оқыдың, қай класста ғой, біздің Шалқарда 14 совхоз болса, сол 14 совхозда оқыған деп. Неге десе, 14 совхозда оқыған жоқпын ғой. Өйткені 14 совхоздан класстас келеді. Бәрі көшіп кеткені бар, кетіп қалғаны, айналысқа ауысып кеткені бар. Мен кім десе, Жұмагүл танымайды ғой, Дүйсенбектің класстас екен деп келіп тұрады екен. Сол сияқты міне, сіздердің орталарыңызға да сол 9-шы класста қайнар екеуміз келдік қой. Содан міне араласып, танысып, білісіп жатырмыз. Жаңағы енді айтатын сөздер көп еді. Келгенде енді танымаймыз ауылда. Енді мен жылдыға келемді келген жоқпын. Енді негізі екінші мектепте оқитын адаммын ғой. Бірақ сол жылдары мына бригадаға қалдыру деген сияқты мына әкемізге кім не қойған, түрі қойып. Ана балаң бригадаға қалады. Сосын бала өзі білетін болса партбилет тастайсың әкемге. Содан енді әкем келіп тұр. Әкем білгенде әкем болғанда мен кемпірдің қолында өскен адаммын. Әкем ағам болып, жеңге болып өскен адам. Мен шешем қайтыс боларда ғана бір апа деген сөзінде шешем біртүрлі көзден жасадым, жылаған. Бір рет айтқанмын бірінші рет. Оған сен тәрбиелеп атып келген ғой. Сол сияқты, содан жаңағы, ой құрсын балдар қалып атқанда бригада деген не қойған ғой, мен қалам дедім. Партбилет тастап не қыласың деп. Сонымен Шалқар совхозына келдік. Өйткені екінші мектептен бастадым. Содан мен осы келгенде осы азаматтар, азаматшалар, мына отырған қыздар, мына отырған жігіттер, мына қыздардың бәрі сол кезде 35-45 келі қыздар еді. Анау Маржан 25 келі ма, сондай не бәрі. Мынандай қыз. Анау 15 баланың анасы. Анау Тараздан келіп отқан. Ақұдай. Анау белінен ұстағанда бүйтіп қолын ұстайды дедім бүйтіп. Мына бүйтіп ұстайсың белінен. Енді қандай? Содан енді жаңа сен айтып атқанда, бұл айтып атқанда мен бір ойыма ой келіп кетті. Мен енді бірнеше жылдан кейін үйлендік, 82-ші жылы онда да Ауғанстанға кетіп қала жаздадым, сосын үйлен көріп қойыпты. Өйткені бір Москваға үйге жіберіп оқуға. Өз мамандығым связь еді, әскери связь. Содан әскери связьға жалғастыруға начальник радиостанция деген мамандық бойынша 80 орыстың ішіне жіберді. Сол жақтан оқып болғаннан кейін Москваға қалды, олар уағыздайды ғой, орыстардың өзінің қалпы. Содан мына басыма не келді, 4-ақ бала бар біз Қазақстаннан, кілем орыс арасынан. Сол кезде тұрып та келіп жатқанда айттым, осы біздер Ауғанстанға жүріп шығар, ағасын. Абзал кезетін үйлену олақты. Содан үйлендік. Содан бір өзімнің енді біз ұрымыз тілеу ғой. Содан тілеудің бір қызына үйлендім. Енді кейінде мына жаңа айтып жатқанда, ойпырмай, Жақайымның қызын алмадым екен. Неге дейсің ба? Жақайымның қыздары бала тоғыз болады екен. Байқасаңдар бұл сұрада белгілі. Төртқараның қыздары тоғыз болады. Бізде айтады, төртқарадан қыз алсаң, ұрпағың көп болады дейді. Күйеуден қыз алсаң, ой-ой-ой, айқайшы көп болады дейді. Ал сол сияқты енді, мына бәрі аман болсын, енді сол қалжың ғой бәрін айтып жатқан. Ұрпақтары көп болсын. Енді
біз енді сол барып ауылға жаңағы интернатта оқыдық. Жаңағы қайнардың үйі бар, ол басында Ерімхан екеуміз келдік. Сол Талдықұм жерден мен әкем сол жаққа директор болып барды. Сол кезде бірақ Талдықұм онша танымаймын да, енді ана мен өзім туған жерім Шалқардың өзінде Жетінші ауыл деген жер. Бізде Шалқар бөлінеді ғой онда. Арғы бет, бергі бет, Селиванка, рабочий городок деп, город деп, сосын 6-шы ауыл, 7-ші ауыл болып бөлінеді жаңағы. Не жаңағы район, микрорайон деген сияқты ғой. Сол сияқты сол жақтан келдім, осы араласып кеттік. Енді бәрі де жайсан азаматтар, азаматшалар бәрі. Одан бригадаға қалдық, айтқан бойынша. Шалқар совхозының сол осы балдардың жақсы білетіндей дәрежеге жеттік. Әсіресе мына Ермұхан екеуміз. Өйткені ана директор Руай деген Шалқар совхозында бір қайтыс болса, екеуміз жіберіп шақыруға. Бүкіл Шалқар совхозының аруағы жылтырда. Сол жылтырда кім үйінде соқыры бар, кім үйінде саңырау бар, кім үйінде қабаған ит бар. Бәрі жатқа білеміз. Екеуміз. Аралап шақырамыз жаңағы. Сол ақыры таныдық. Одан бригада қалдық. Бригада деген енді өзі керемет нәрсе ғой. Енді жасасаң ғой, бір жана шыңдаласың, өзгересің адам. Бірақ енді ол совхоздың сол үкіметке тиген пайдасы бар деп ойламаймын. Бір қыста 5 жылқы жейміз. Қойды санамай-ақ қой. 120-дан қоз аламыз. Ол 120-дан біз алмаймыз қозға. Анау қырдың астында бір 2 отарына бөскен біреу тоқты бағады. Тоқтаға қошқа қосылмайды деген не бар ғой, қазақтың баласы ғой. Солар біз үшін істейді, біздің қойымыз 120 болып шыға келеді. Қозымыз. Үкімет тек әйтеуір біздің мақтаушы автолақ бізде, киім-кешек бәрі обеспечение бізде. Сол кездегі не ғой. Енді ол үкіметтің мақсаты үйленген адамдар бір-бірімен бүйтіп табысып, сүйісіп үйленіп кете ма дейді, қойшы болып қалсын деген ғой қазақтар. Міне содан бері қарай қаншама замандар өтті, үйлендік, үй болдық, үй баранды болдық. Жаңа күн сыйлап жатырмыз. Бүгін мына бірінші рет мен енді мешітке анда-санда барамын, бірақ онда үйде тұрған соламын. Бірінші рет мешітке барып аяқ жууды үйрендім. Аяқ жууды толағайдың арқасында. Екінші өмірімде әйел адамға гүл сыйладым. Ол сыйлағанда жаңа кім маған сыйламады дейді. Мына екі ауылда жүргенде екі қамқоршы қызым болды. Екеуі де бауырым тумағым. Екеуі қалай асыраушым болды. Мысалы кешке математикадан анау сабақ керек, оқу керек болса, балдар іште оқып мен арзадағы айтайын, үйіне барып көшіріп аламын ғой. Сосын енді қайнардың үйіне барамын, постоянно қасымда отырады, парталас біз екеуміз. Сырттан барған екеуміз ғой 9 жаста. Екеуміз бір партада отырып қойдық. Енді сол математика көшіріп ғой, балдардың бәріне. Егер қыз болғанда Жайқанға сыйлайтын едім. Негізі Жайқаннан көшірдік бәріміз. Анау тұрғанда Астанадан жүрген. Сырттан күтіп алып, дәптерін тартып алып. Сондай уақыттар өтті міне. Енді міне қазір бүгінгі мына тойларым, мына бас қосуларым, ел-жұрттарым құтты болсын бәріне. Денсаулықтарым құтты болсын. Жан-жақтарың аман болсын, ұрпақтарың көп болсын, уайым қайғыларың көп болсын. Анау кемпір болып секілдеп, қисаландап кетсек те, баяғы айтқанда мына қыздардың бәрі өзін көргенде қандай қыздар дейміз ғой. Тамад жолдас. Енді мен қарап отырсам, сол кезде бетіне бір сүйейін десем сүйіге дейтін қыздар еді. Енді қарасайшы қандай болды өзі, шақа келеді жаңағы. Бірақ жүректері әлі жас, аман. Ал тойларын той қыласың. Әр уақытта тек қана той қонысына келсек, өздерін көрген шаңырақта қалған мына ауылда қалған мына Орынша Сәуле, шаңырақпыз ғой біз қалған. Шалқарда мен осы үшеуміз қалған. Гүлзия енді ол шаңырақты ұстап отырған кластасымыздың шаңырағы. Класста оқығандарда қалған деген ғой қасында. Көздері жүрдігіді. Мына Гүлзия қарындасым ғой отырған. Мына жаңағы ол айтуын бөлек екен, мына кластастың жолдастары осы тойға қатысып, әдейі келіп отырған бұларға үлкен рахмет. Сосын анау жан-жақ кластасының жуайы, анау қызыл көйлекті Ару. Ол Шетір қыздан бітірген мектепті. Шетір қыздың тойы бүгін болу керек еді. Бұл классының тойы, Шетір қыздың. Бірақ бұл жолдасының тойын
мына қатысу үшін бізде үйеңге белгілеп қойғансын, мен баратын жерімді үйеңге белгілеп қойды деп бүкіл классын үйірге қалдырған. Мықтылығы ғой. Ал үлкен рахмет. Барлығына да осы үлкен рахмет мына тойға қатысуға. Құтты болсын тойлар. Ал құрметті класстастарым, құрдастарым, замандастарым, мен бүгін 50 жылдық мерейтойға жиналып жатырмыз, бітіргенімізге 50 жыл деп. Бәріңізге де құтты болсын. Бірінші денсаулық дейді, денсаулығымыз мықты болсын. Отбасымыз, бала-шағамыз аман болсын. Сол бала-шағаларымыздың, денсаулықтарымыздың арқасында, отбасымыздың амандықтарының арқасында міне осындай міне тойға жиналып отырмыз. Той қыласын деймін. Бәріңіз де бақытты болыңыздар, семьяларың бақытты болсын. Міне енді 50 жыл деп жатырмыз, әрине бұл 50 жылды ұйымдастырып жатыр. Бәріңіздер де атсалыстыңыздар, бәріңізге де көп рахмет. Оның ішінде міне Батош пен Қайнар, Көпбергенмен Толағай деп жатырмыз, главный төртеуі деп. Төртеуіне көп рахмет. Бірақ оның ішінде енді бәрі де атсалысып отыр. Оның ішінде Бақытқа да рахмет айтпай кетуге болмайтын шығар. Телефонды мазасын алып, қайта звондап, әр жерге анда-мында видео дей ма, тамады соның барлығына звондап, көмек беріп жатқанда мына қыздарға көмек беріп жатқанда көп рахмет дейміз. Бәріңізге де рахмет. Оның ішінде мына келіншектерге де рахмет. Біздің класстастарымыз жоқтатпай келіп жатқандарына өгейсінбей, жаңағы аманымыздың, абайымыздың, никамыздың, жанзақтың жоқтығын білдіріп жатқандарыңызға көп рахмет дейміз. Бәріңізге де жақсылық тілеймін, бәріңізді де жақсы көремін. Негізінен біздің класс активист болды, бірақ енді ағайларымыз шамалы нететін еді, мына дамымаған класс деп, бірақ қор айта алмайтын едік. Негізінен өлең айтуға жоқ шорқақ едік, бірақ активист болдық. Қандай жерде қоғамдық жұмыс бар, сол жерде жүрдік. Күні бүгінге дейін біз Сәуле екеуміз мына ауылдың әжелер ансамбльде жұмыс істейміз қазір. Бізді Сәуле екеуміз мына класстың ішінде біз шықпасақ ауылдың әжелері шықпайды. Сол себеппен біз өлең айта білмесек те, соларды ұйымдастыру қабілетімізбен өлең айтқызып әжелер ансамблін құрдық. Әжелер ансамблін құрғанымызға 5 жыл болыпты. 5 жылдан бері жақсы марапаттар алып, ауданнан, ауылдан, акиматтан, содан орын алып жүрміз. Баршаңызға не деп айтайын? Баршаңыздың бастарыңыз қосыла берсін деймін. Алыстан келген мына қыз-жігіттер бәріңіздің жолдарыңыз болсын деймін. Әдемілеп мына тойды өткізіп, бала-шағаларыңа жақсы бір әңгіме айтып баратындай өткізейік деп айтамын. Ал Батуш, көп рахмет. Сенің еңбегің енді масқара енді. Осы жерде мына айта кетуге болады. Кім тосты жақсы сөйледі десе, Батуш, Сәуле, мына Күләш, Маржан өте жақсы өтті. Бірақ енді ербалдар екі класстан ғой, Жайылған, Ислам, Нұртайдар әңгіме жоқ, ұлдарға бәріне де шын. Қыздарды енді кішкене ұялшақ боламыз ғой біздер. Бірақ молодец, Исламға өте риза болдым мен. Ислам дым-ғибай мен қыздардан басқа ешкіммен істемеймін деп еді, қыздар емес, өлтіріп тұрып сөйледің ғой бүгін. Келіншегіңді тауып беретін адамсың, таныстыратын. Мына Исламды 50 жылдықта біз шақырып отырмыз мектеп бітіргелі. Сол Ислам екен, қалғандарын бәрін көрдік, кешетті қап қойға дейін бардық біз. Бәріміз шалқардан міндік. Кешеден бастадық біз. Жақсы осындай мына отырыстаршы. Ал құтты болсын, ортамыз тола берсін, азаймайық, құтты болсын ал. Мына жаңа тамады ойлайтса, мен жинаған президент күрістеген дегенге. Ондай мына ой қойға былай болды. Мен үйленгеннен кейін, осында бизнес оқып, бұл жылғы елім бар еді, кәдімгі осы жақта тұрады бизнес бітірген. Сол екеуі келіп қалды ауылға шалқарға. Сосын жеңгем бүгін туған күні еді, дүкеннен барып бірден алайық деп бардым. Сол кезде бір может дейді ма, Красный Москва деген ису бар ғой. Ол табылмайды, онда Павлатурасын 20 сом тұрады. Енді көп ақша ғой бұл 20 сом. Содан алып өзімше мәз болып үйге алып келдім. Үйге алып келіп, жаңа келіншегіме құттықтап екеуміз беріп жатсам, бұдан алғанша бір қапшық қона келмедің бе деді маған. Содан кейін саған мәгіл болды, содан отырып. Мен енді Астанадан келдім ғой, кешеші тойға болып келіп, сонда бірінші Лисаның үйіне түсіп едім, Лисаны айтпаппын ғой. Лисаға мыңдап рахмет дастарханын көрсетіп, қонақжайлығын танытты. Одан кейін Бақытқа
халыққа мың да бір рахмет айтамын осы жерде. Мынау ер адамның істей алмайтын тірлігін істеп, алыстан арзан келді деп бүткіл класстарды шақырып кеше қонақ асы берді. Әркім ол жеген, түске дейін жеген тамақ еш уақытта ештеңе болмайды, бірақ көңілге ештеңе жетпейді дейді. Сондықтан да рахмет саған көптен көп. Бала шағаңның қызығың бар жарым, бақытты бол, қайда жүрсең аман жүр. Біздің достығымыз әр уақытта мәңгі жалғасады, қайда болсақ та жүреміз сенен бірге. Рахмет көп, Лизаға да рахмет. Бәрекелді. Ал енді құрмет қалай, құрмет қонақтар. Қазір енді біз осы бір апаға берейік деп тұр осы жерде. Сол кісіні ортаға шақырайық, содан кейін сіздерден бұл жерден бата сұраймыз. Сосын бір жарты сағат жынды би, сосын қайттан столға отырамыз. Ендеше ортаға Лиза апаны шақырайық, тоғызыншы бала. Лиза апа қайда? Ақтөбе қаласының мақтанышы, театрының директоры Нұрболат Балдарыңды бір қолдау қошемет. Қаяқта. Тоғызыншы бала. Нұрекең аз да болса бір тілегін айтсын.